Kez болған соң кез заман, біздің баққа жау жырарын асылым, мендей заман. Ел бастайтын елдерге, ұлын зорсын, жарат алып жас olan қарам жатқа заман. Азаматы алаштың аттанатын күн туды, тұлпар мінеп ту ұстап, баптанатын күн туды. Азаматы алаштың аттанатын күн туды, тұлпар мінеп ту ұстап, баптанатын күн туды. Жаса! 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 Алаш! Мырзалар! 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 Дауыс беру нәтижесі бойынша Алашорда үкіметі ұлт кеңес төрағасы болып, басым дауыспен Әлихан Бөкейхан сайланды. Бәрекелді! Мырзалар! Алашорданың мүшесі 15 адам. Тағы 10 орын қазақ арасындағы басқа халықтарға беріледі. Басқа халықтар несі? Бұл не сұмдық? Сақтаңыздар мырзалар. Алашорданың уақытша орны болып, Семей қаласы белгіленді. Бәрекелді! Жақсы жарекелді! Мырзалар, сөз кезегін Ахмет Байтұрсынұлына береміз. Аға, ойлаймыз. Алашқа ат шыққан азаматтар, көсемдіктеріңді адаспай түзеу істеңдер. Сендер адассаңдар, соңдарыңнан ерген алаш адасады. Арттарыңнан ерген адамдардың обал сауабына сендер қаласыңдар. Біз басқалардан кем болмас үшін білімді, бай һәм күшті болуымыз қажет. Білімді болуға оқу, бай болуға кәсіп, ал күшті болуға бірлік қажет. Осы керектердің жолында жұмыс жасауымыз керек. Өте орында. Алаштың жері, астындағы кені, үстіндегі түгі, барлығы да алаш мүлкі болсын. Жасасын алаш! Бәрекелді. Рахмет. Мырзалар, ендігі сөзді Міржақ Дулатовқа береміз. Жақа. Ардақты ағайын, бұл жиын жұртымызға құт болсын. Күштіге есесі кеткен қазақ есін жиды. Өзінің тарихын білмеген жұрт қайда жүріп қайда тұрғандығын, не істеп не қойғандығын білмейді. Бір халық өзінің өткенін білмесе, тарихын жоғалса, оның артынша өзі де жоғалады. Сөзімізбен, ісімізбен, бар жан тәнімізбен жоғалмаудың қамын жасайық. Көзіңді аш, оян, қазақ, көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашар боп, халық қараң боп. Қазағым, енді жату жарамасқа. Мырзалар, ендігі сөзді Жақанша Досмұхамедұлына береміз. Бәрекелді. Жақанша. Мырзалар, қазақ ордасы қайта құрылып, алаштың туы көтерілді. Отансыз жұртымыз отанды болды. Татулық пен бірлікті сақтау үшін қазақ-қырғыз арасындағы аз халықтардың құқықтары теңгеріледі деген шешім қабылдайық, мырзалар. Әрине, теңгерілгені дұрыс, бірақ ұлттық мәдениет үстемдігі сақталуы тиіс. Өте орында, мырзалар. Мен Петербургда түрлі саяси және қоғамдық ұйымдардың большевиктер төңкерісін қолдамағанына куә болдым. Ол жақтан төңкеріске наразы адамдардың саны өте көп. Сондықтан орталықтан бермен қарай лықсыған анархиядан қазақ елін қорғауымыз қажет. Әрине. Алаш туасында күн кеше сөнбейміз. Алаш деді ешкімнің қорлығына бермейміз. Адамдықтың жолында бастаған ерлер соңында басқаға көңіл бөлмейміз. Қандай шайқан келсе де арбауына көнбейміз. Өлең жерден кеттік біз, бұл заманда жеттік біз. Жасайды алаш өлмейміз, жасасын алаш, жасасын!